Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз Алматының әуежайындамыз. Ұшуға дайынбыз. Бұйырса бірінші Түркістан, одан кейін Стамбул. Бізбен болыңыздар. Регистрациямызды өтіп қойдық. Енді таңғы ас ішіп отырмыз. Кофе және сэндвич. Қызымыз оянды. Ол да күтуде Сапат. Біз орындық орнымызға ұшуға дайынбыз. Элиса ұйықтап жатыр. Жолымыз болсын. Құрметті қамдарымыздар, өкінішке орай Түркістан қаласында тұман болып тұр. Сондықтан сол ауырына байланысты тағы да шамамен 25 минутқа тағы да күту керек бізге. Болсаңыз қарап жатырмыз. Қызымыз шаршап кетті. Әлі задержка болып жатыр бізде. 2 сағатқа жуық болды. Самолет ішінде отырмыз. Болды, шамыз деп жатыр. Орнымызға отырамыз. Дамы и господа, добро пожаловать в международный аэропорт города Туркестан. Местное время 11 часов 40 минут. Температура. Ал енді біз самолетқа кіріп жатырмыз, Стамбулға. Саламатсыз ба? Ал енді біз демаламыз. Бұйырса келесі видео Стамбулда. Біз Стамбулдамыз. Келдік. Hoş geldin. Келдік, аэропорттамыз, заттарымызды алдық. Келесек болып шығамыз қалаға. Таксимен гостиницамызға кетіп бара жатырмыз. Таксист бізге гид болып жатыр. Подписчик var, 3 подписчик var. Kimsin sen bakayım ben? 3 milyon болады ғой. YouTube mu? YouTuber. YouTube. Біз отельге келдік. Өте әдемі жерде, орталығында орналасқан екен. Міне Мероди Ла Порта деген отель. Бұл Стамбулдың жүрегі деп айтсақ болады бұл жерді. Галата деген башняның тура қасында осындай отель. Бағасы 2 күнге 138 мың теңгеге алдық. Қазір ішін көрсем, регистрация жасаймыз. 3-ші этаждан номерді алдық. Осындай лифтпен келдік. Лифттері өте қызық. Лифт келген кезде есігін ашасың, кіресің, есік жабасың, содан кейін лифт жүреді. Міне біздің номер 1332-ші. Жабылып қалыпты. Так, бұл біздің комната. Міне номер. Бұл гостиница болғанда ескі форматта екен. Міне мынау санузел. Ал біздің комнатамыз. Кішігірім мини-бар. Телевизор, столик, шамал жұмыс істеуге, анамнан отырып жазуға. И және біздің кровать. Да, доча? Тағы бір кровать бар. Мына жақта гардероб. В общем, вау дейтіндей ешнәрсе жоқ бұл жерде. Но бірақ бұның расположениесі өте әдемі. Галата, жаңағы мен айтқан Галата деген башняның қасында. Туристер көп жүреді осы жерде. Көп жақтан келеді осы жерде қыдыру үшін. Кафелер, далада өте көп, өте әдемі екен. Сондықтан бұл гостиница жақсы деп
деп ойлаймын. Тағы бір қызық жерін айтып кетейін дегенім, бұл гостиницаның біз келген кезде номерді эконом класс алғанбыз, иә, Навира? Эконом класс алғанбыз букинг арқылы. Олар бізге тегін эконом класс емес, стандарт номерін берді. Сондай комплимент ретінде сыйлық жасады. Ал, құрметті көрермендер, біз шықтық далаға бірінші рет тамақ ішуге деп ойлап жатырмыз, сағатны қыдыруға. Достарымызбен. Әлі адам білмейміз. Қазір қарармыз ба? Міне, доча кенгуруда өте тамаша. Мынаны қараңыздар. Өте әдемі жер. Навира қайда? Екінші блогер. Қиын екен, иә? Бір үйден бір блогер болайық, Бір үйден екі блогер болған қиын, иә, негізі? Мен айтып жатырмын ғой, бұл жерде Беріктен басқасының бәріне что-то надо снимать. Я глазами смотрю. Беріктің басына байлап қояды камераны. Жүре берсең тек көре бересің деген рас екен. Жүріп жатырмыз, көріп жатырмыз. Далалық тағамдары. Білмеймін, мына жерде спецназ жиналып тұр. Учение болып жатыр ма екен? Я болмаса бір подготовка болып жатыр ма, сондай екен. В общем, мынандай итальянский ресторандар бар екен мына жерде. Біз ол жерге кіргіміз келіп тұрған жоқ. Себебі ондай жерлер Алматыда да бар. Бізге қызығы таза түріктің даласының тамағы, донер және сондай тағамдар ғой. Әне донер. Отырып жейтін жерге. Enirek yemin. Dürüm. Dürüm ha. Tavukta yoğurt soslu güzel oluyor. Tavuk chicken'da. Ette de mantar soslu. Lamb. Kuzu. Güzel. One. Brew. Қандай? Bu ne? İskender. İskender bu. Patronlar yiyor büyük böyle. Порция жасын. Sen patron, sen büyük. Ver onda. İskender mi? Давай İskender'den oraya. Ya? 2 İskender. Екі İskender. O da patron. Patron bak. Қарасай. Bebek var, bebek oldu. O bebek var. Onda normal, onda normal. Үлгермей қалдым. Көрейін ба? Білесің бе? Өте дәмді. Не ол, Навира сенікі? Ет пиде деген жеп жатырмыз. Прям дәмі керемет. Ұнап жатыр ма? Ас болсын, қыздар. Сіздерге ничего не жалко ғой? Даже доным. Башня қараңызшы, башня. Башня көріндір ма? Ал бізде тамақ жоқ. Біз тек видео түсіруге келдік. Видео түсіруге. Айран ішіп отырмыз. Ал біздің тамаққа келді. Бұл İskender kebap. Оригинал. Мен ше, өзімді бір жұлдыз санап жүрмін ше. Үшеуі үш жағынан жүріп отыр да. Кайф бар. Иә. Реально, вот же. Күшті комментарий береді, как это, что чтобы жіберем. Жібересің ба? Мынаны бүйтіп қоя тұрамыз. О, мынау деген порциясы. Мына дәм батыр. Порциясы мықты екен. Дәм басқаша ма? Өте дәмді екен. Берік досыма ұнап жатыр. Он у нас гурман. Даже маған да бар. Патрон қонады. Патрон деген ат қойып берген ғой, түріктер. Алдап ескенді сатшы. Сатсақ қой. Сондай бар, ыстық майон. Лимонмен жейтін, лимон сатсақ. Нет, это не майон. Я думала, реально өзі болады деп ше. Өте дәмді. Бағасы Искандердің қанша? 180 лира. Ал
Мидии. Мидиялар 70 лира. Мидия қалай екен, брат? ішінде миди жоқ екен бірақ. Да? Жоқ, это миди с рисом. А, мынау дұрыс екен. Запеченные. Жақсы екен. Көрші дәмес қандай? Салат ретінде өте мықты екен. Салат ретінде бұны тамақ қылып жейді ғой олар. Инстаграмның гүлі болады қазір. Басқа я біздікінде, иә? Аха. Андай майға Болды, біз енді жей береміз ары қарай. Hadi öp gitme ya. Tәттілер дүкен екен мынау. Өте әдемі дүкен екен. Күшті керемет. Күшті істесін. Сынып қалмайды. Тамаққа тойып алдық. Енді кішкене қыдырамыз. Бүгін жолдан шаршадық негізі. Біз Алматыдан Түркістанға ұштық, бірақ задержка болды да бізде рейсті. Бағана айтқандай. О, ана ыдыстар ғой, иә. В общем, мына жерде любой бутикті қарасаң, өзгеше әдемі таңдаулар көп өте. Турист та көп екен. Қарашада ондай көп болмайды деп турист негізінде. Бірақ адамдар бар. Көзің тоймайды. Так, беріктер қайда? Айжан! Берік! Бізде кіріп кеткен ғой олар. Біз оларды іздеп жүрсек, олар бізді іздеп жүр. Бізде телефон связь жоқ. Симка карта алған жоқпыз пока. Сондықтан бір-бірімізді қарап жүреміз солай. Жоғалтып болмас үшін. доллар $3 ма тағы? Бір айтайын дегенім, мына жақта кішкентай баланы коляскамен алып жүру деген өте қиын екен. Жолдың бәрін қараңыз қандай. Коляска жүрмейді. Сосын не екен? Жоғары көтерілесің, жоғары төменсесің. Неше түрлі дүкендер. Күн демейді, түн демейді, түсіріп жатыр. Күн демейді, түн демейді, жұмыс жасап жатыр. Тамаша. Ауа райы тамаша екен. 11 градус болып тұр. Үстімізде жұқа куртка, ішінде футболка. Жып-жылы. О, мына жақта музыкальный инструменттер. Өздерінің жаңағы несі ғой. Аспаптар. Саз деп айтады. Саз ба аты? Бізде домбыра болса, бұлар бір саз. Şeker süt. Marojna kızım. Kakao gibi bir şey mi yoksa? Süt gibi böyle ama salep tadı da gidiyor. Ama çok güzel. Bir bardak verelim Корица, istiyorsanız bakın вот tadına. точно, корица, молоко. Можно мне вот это один? Ustam. Bir salep değil. Tamam böyle. Şov nerede? Portası Şov yapalım mı? Bundan da yaptım. Afiyet olsun yapalım. Canım deneyiniz yeter mi o kadar peçete? Ama düşmesin. Siz abi? Yapalım mı? Aa abi video bir çekiyor. tane Hiç görmedim. Yok. Valla. Aa uyuyormuş bebek. ойнап жатыр бізбен. Қалай мороженое бері? Мороженың дәмін айтып жеткізу мүмкін емес екен, дәмін көру керек. Мына трамвай жері не айттың айтшы? Мен түсінбедім, мен білмейді екенмін. Бұл жаңа Истиклальда осындай ескі трамвай жүреді ғой. Соның несі ма бұл? Ескерткіші ма деймін. Ал мен батарейкам отырып жатыр. Қазір если мүмкіндік болса тағы түсірем. Мына мекеменің ішінен. Болмаса онда бүгінге осымен тамам боламыз. Біздің отельде лифттердің қазір көрсетем есігі. Өте қызық істелген. Қыдырып болдық, үйге қайтып келдік.
Liftin bir açıladi. Odan keyin esik bor. Davay. İşga ketdik. Qalay o'tdi bugun kun? Күшті, керемет. Unadimi? Karnımız doydu, күшті тамақ жедік. Енді демаламыз. Demalamiz. Esikni ochamiz. Kapchik sende qo'yaver. Bo'ldi, biz uydamiz. Xayrli ish, ertang жалғастырамыз. Бүгінгі күн бұлыңғыр болып тұр. Ауа райы мындай. Менше көтчанда тұру. Ұйқым қанды бол? Менде де ұйқым қандай? Жақсы ұйықтадық, иә? Өлейін деп тұрасың ғой. Күшті ұйықтадым мен. Күшті ұйықтадық. Бөлме салқын. Бара жатырмыз. Завтрак. Мына жердің аты деп айтайын ба? Мына жердің атын ба? Жоқ, маған айтпаймыз. Патрон. Ассалаумағалейкум. Айсайсың. Бұл патрон болушы осылай ұстау керек. Так, көреміз, не бар екен. Так, лук и кольца. Или кольца кальмара ма? В общем, чьи-то кольца. Берік сен сөздеріңіз, сен сұрадыңыз. Да. Мен хит болдым. Бізге подобный керек болып тұр ғой. Ал енді қазір өзімізге таңдап алып, асымызды жейміз. Типа общий. А так общий мынау? Қайсы? Да? О, тамаша. Кеше общий деп мидиңді жемей қойды ешкім. Мына ұқсайды енді общий. Ас болсын. Достар. Тараздан келген досым мен. Жанынан қалмайды десең. Biz metroga түстік. Mana kelib жатыр poyezд мына жағында. Biz қай жерге барадық, набері? Қандай аты? Торговый центр, иә? Джавахир деген торговый центрге бара жатырмыз. Сол жаққа барып, кішкене шопинг жасаймыз, қараймыз. Қыз ұйықтап қалды. Ол ұйықтаған жоқ. Mağarab жүрміз. Sayın yolcularımız, Kızlar bizim. gelecek tren 8 araçlıdır. Peronda bulunan kırmızı Kütü oturmuş bölgelerden metronun. treni daha rahat binebilirsiniz. Meri, давай, minik. Айтқан жоқ қой, ана жағы. Metroga kirdik. Thank you. We'll sit there. Hop. Отырыңдар деп. Болды, отырдық. Кетіп бара жатырмыз метроға. Білесіңдер ғой, қыздар? Біздің остановкамыз. Білетін достар. Біз күшік. Жаман сөз жүрмеңдер деп. Станциямызға келді. Қазір көреміз қандай торговый центр екенін. Бағаларын көрсетемін сізге. Келдік, біз метродан шықтық. Мына жақтан метродан шықтық. Мынандай вид ашылды. В общем, мен ойлаймын, Стамбулдың қай жерінде болсаң да түре берсең бәрі әдемі өте. Әдемілігі қандай да? Ескілігі мен әдемі сияқты. Торговый центрлер, магазин, бутик дегендер енді айта алмаймын. Өте көп. Әр кез келген менің кез келген үйдің асты бәрі не ғой? Бизнес қой. Кіші және орта бизнестер өте қатты дамып кеткен ғой.
Сосын тамақ. Аш қалмайсың таксимде қойып Стамбулда жүргенде. Ал біз Джавахир деген торговый центрге келдік. Мінекейіңіз. Метромен келдік. Бір билетіміз 7 лира тұрады. Сондықтан бұл өте қолайлы. Біздің ақшаға аударғанда 175 теңге ғой. 1 лираны 25 теңге деп санаймыз. Артында бір тиындар бар, бірақ оған енді қатты көңіл бөлмейміз. Sütmen tam koşmuş. Скидкамен алдым ба деп па? Kırıcım sıttı o da. Торговый центрдің ішіндеміз. Өте үлкен екен, өте үлкен. Үлкен болғанда үлкен. Менің жақсы көретін бутигім Massimo Dutti. Осының киімдері маған өте қатты ұнайды. Бағасы қалай екен көрейік. Men's clothes wear. Thank you. Бағаларынан қатты разница көріп тұрған жоқпын мен. Маған қарап, әдемі қыз екен деп сұршы сөйлеп барадыр маған. Қыз емес уже, мамаша. Жоқ, бағалар өте ұқсас екен біздікіне. Әкелді ма саған? Жоқ, әкелмеді. Көрейік ажы қалай жүр. Мен анандайға салуын елсін. Кенгуруға? Мына курткаларды мен көргенмін тоже. Мұндайды көргенмін мен Алматыда. Қайсысы мен ұстап тұрған ба қазір? Сіз көресінші бағасы қанша екенін. Көрінемін бағасы мен 5525-ке көбейтеміз. Өте әдемі жер. Мына көріністі қараңыз. Шикарный. Әп-әдемі. Жаным. Жаным. Елканы алса ел. Айда, елка ма? Күшті істелген. Атмосфера не я? Жаңа жылдық я уже. Қаншама этаж, қаншама бутик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ё-моё. Бұның бәрін аралайым. Бәрі көріп шығам деген мүмкін емес сияқты. Бізге көрдіңіздер ғой, оңай болатқан жоқ. Біз деген осы торговый центрдің ішінде шопинг жасап жатырмыз. Келдік па? Карта ма? Маңдай брендтерді алып жатырмыз. Polo деген. Бағалар ұқсас екен біздікіне. Бірақ выбор өте көп. Сосын жаңа жылдық, маусымдық жеңілдіктер болып жатыр. Сондықтан өте пайдалы алуға болады. Қайда екен? Мені қарам, Зерка нақтан. магазин. Алтын Біз шығайын деп жатырмыз. Торговыйдан сағат 1:30 болды. Біраз жүрдік, енді 3 сағаттай жүрдік. Навира таңдады ешнәрсе алған жоқ. Мен өзіме киім кешек алып алдым. Жақсы екен, өзіме ұнады. Негізі осындай уақытта келген жақсы екен. Жаңа жылдың алдында 1-2 ай бұрын сонда басталады екен. Нағыз жеңілдіктер. Ал біз шығамыз, тамақ жейтін жерге барамыз. Жаңа киім зат алған кезде обязательно такс-фри жасауды ұмытпаңыздар. Ол сіздерді аэропортта қайтарады, налогтың ақшасын сіздерге. Қанша пайыз? Ол аяқ киімге 8%, сумкаға 5%. Солай қайтарады сол суммадан. Шығып жатырмыз. Дала деген аспан ашылып кеткен, әп-әдем болып.
Galata köprüne çıktık. Сол жақта балық жейтін болдық. Сол. Не ол? Оқсай. Ал мынау шек қарыннан кебаб жасап жатыр. Мына қарашы. Қандай әдемі. Өте әдемі. О, мармеладки. Мармеладки. Қалайсың да? Нағыз İstanbul'a енді жеттік. Балық соққанда не бар екен? Balık var, et var. Ne yiyeceksiniz? Sana iskonto 200 lira. 200. Kaça? 200. 200. 200. 200. Bu? Bu da sana 300. 300 mü? He, 300 lira. Yarı. Hamsiler nedir? Hamsi burada. Bu da sana 150. 150. 150. 150. Üzülü? 150. 100 liradan 150. 150. 150 indiriyorsunuz. He, 150 lira. 250 lira, 100 lira iskonto. 150 lira, 150 lira. 200 lira, 200 lira, 300 lira. Tamam şimdi şu Gel. arkadaşlar. Baklava, meyve de ikram. Şurada içeride otur koltukta. Aha, Bebek üşümez, içeri sıcak. tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu ayda oturmamız gerekiyor. Baklava, fruit. Baklava, fruit, biraz platna. Ha. Çay, ikram. Oturabilir ya. Koltuk içeride. Aha, bir dakika. Tamam. Қазір достарымызға айтайық. Maşallah. Ama 200 lira. Ha 100 lira. Сондай тура салмаған. Очень хорошо. Обещал, promise. Yok, lezzetli mi olacak? Ben diyor çok lezzet. Beğenmezsen no pay. Hani de kazakta otur. Orada yiyorlar. Gel. Hemşehrilerin otur. В общем, по-моему, мына жақта любойын алу керек, Hanımefendi bir şey söyle. Gel gel. Çok lezzet. Teşekkür ederiz. 150, 150. Çay, kahve, baklava. This is Sivas? Sivas. Very fresh. Çay, ya baklava, Best plan. Ne alacağız? meyve. Gel gel gel. Normal mi? Нормально, мен уже любой бәріне келдім. Hayvanlar Болды, отырды. Su жағасына тұрып отыр. Yağladı kızım. Судың жағасында, иә. Судың жағасында. Ана жерде диван бар еді жан, ана жақта диван бар еді балаға жатқызып қоятын, иә? Қай Айтпа, жерде жүрміз, жоқ, проблема жоқ. Бәрі біз ешкімге әлі келіскен жоқпыз. Hadi divan çay yok ki orada. Ha, burada da var divan. Қай жерде диван жолдың бойында ма? Бесеу, иә. Жүрді, саған барайық. Жүрді. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey. Қойшы. В общем, бәрі бізге отыр, бізге кір деп жатыр. Мына жерде кішкене бет қалың болу керек, әйтпесе ұят екен. Ұят екен. Бәрі андай дымы қалмай шақырып жатыр да. Осы Емес енді бұл. бұл емес. Meyve, baklava. Ne yiyor ben? Sivas bak. Size şans vermedik ya, geldik. Teşekkür ederim. Gel ben ses kıttım. Balık da Bak kaça? Baba balık yatı kamarıyla yatar skолько lira. Сколько? Sana dedim sana kaç para istiyorsun? Yaz sen yaz buraya kaç para istiyorsun? Sana böyle dedim. Ay ay. Ay neden orada? Ama bu Hepsi 150 de. yok. Valla 150 ondan malik yapar ama ben sana bunu yapacağım. Çay, kahve, baklava da prezent yapacağım. Baklava, çay, kofi prezent. Жоқ, бізге Burada taze balık. Burada bizde balıklar taze. Süs. Bak abi.
söyleyebilirsin. Balık taptaze, günlük balık. Habire süresi. Bir de sizin için, bir de sıcak bak. Bu baby'de var ya, burada koltuk da var, şeyde yastık da var. O Mына жердің жақсы жері диванчик бар екен да. Қызымыз жатқызатын. Ол ұйықтайды. Ол ұйықтайды, а біз мына нені қарап отырамыз. Мынандай видпен. Қазір таңдап отырып алайық, сосын түсіремін анда видеоны. Өте көп екен варианттар. Таңдап осы жерге отырдық. Қандай дейді аты? Галата алтын балық. Ең күштісі. Аха. Мен байқауым бойынша. Бүкіл жағынан ең күштісі. Мінекей бағалар осындай. 25 теңгеге көбейтесіздер. 25-ке көбейтсеңіздер теңге шығады. Біздің нелерімізді кішкене. Скидка жасайды ғой бұлар, в общем. Бәрін екіге бөледі ғой. Бағалар. Там романтика, да? Прям суға қарасан. Чего деген өлең қойып қоямыз? Тимон, смотри, мен суға қарасаң кайфуешь деп. Наверное, кинодағыдай отыр ғой. Вот тебе и романтика. Ойланып кеттім. Элесянық ұйықтап жатыр. Қазір тамақтарымыз келсін, дальше түсіреміз. Осындай біздің заказдарымыз келіп жатыр. Марина бератем. Адамдар жанында чай бастады ма? Адамдар қайда сол жерде? Қандай мына аты? Сибас деген балық, иә? Сибас, берік екеуміздікі Сибас. Наберанка Дорада. Сен қалай тамағың? Айжан? Атын білмеймін. Не туралы? Балық тоже с овощами, с грибами. Менюді ашасыз, ішіне ең қымбатын таңдайсыз. Қымбат емес. Ас болсын. 600 менікі, 600. Ох, мынандай неміз бар біздің, асорти. Асорти емес, бұл қалай бұл? Келки ғой. Осындай. Рамси. Опа, балық кетті, балық. Болды. Тамағымызды жейміз. Ас болсын бізге. Келіңіздер, жақсы кафе екен. Осында Стамбулда болсаңыз, именно осы кафеге келіңіз. Скидкасын жақсы жасайды екен. Тамағы да дәмді екен. Осындай яқтаға мініп жатырмыз. Көрейін деп жатырмыз. Қалай болады екен деп. Boğazlarına burada buyurun Bosphorus'tur, buyurun. 1,5 saatlik turlar buradan Boğazlara buradan. Kırdık yaktаға. İşte жүріп жатырмыз. Şunандай әдемі. Әдемі екен. Kapıya yanaşma demiştim. Не деген көрініс, иә? Тамаша. Біз қазір жүреміз осы яхтамен. Ар жақпен айналып, кішігірім экскурсия жүргізеді. Сонымен айналып келеміз. Осының құны адам басына 60 лира. Бұл деген 1500 теңге біздің ақшаға аударғанда. Әдемі. Өте әдемі екен.
жақта романтика болып жатыр. Нан бар ма? Бар. Бердіңдер ме? Бердің бе? Тойдырдық. Қолдан алды ма? Алады. Қазір көреміз. Нан беріп көреміз. Құстарға. Қазір былай беріп көрем. Бересің. Бөл. Босқа. Бөл. Бір қолмен қатыра жазып қалдан. Көріне ма? Әдемі кетті. Özgürsün, güzelsin sanıyorsun. Kitlisin kendine ebedi zaman. Yapma, kalbini yoruyorsun. Sigara değil, sensin yanan. Acelen yok, yaşıyorsun. Bazen aşamam sanıyorsun. Bilmem ne acılar taşıyorsun. Өте тамаша көріністер болды. Ал енді жып-жылы қайықтың ішінде Жаурағанымызды ұмытпайық отырамыз. Қатып қана келіп тұр. Жақсы болды, иә? Қайықтан келеміз. Стоит екен. Күшті. Ұнады бәрімізге. 1% қалды батарейка. Набьем. Гүлә-гүлә деп қойыңыз. Гүлі-гүлі. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бебек. Бебек. Қазір басқа батарейканы қосамын да жалғастырамын ба? Қосасы отырмын я. Бітті ма? Тимада зарядкасы жатқан видео қоймайды. Қайда 100% алдың ба? Үшінші сұрады. Заряженныймыз ғой біз? Мен Тимада. Заряженные, наряженные. Біз, в общем, қайықпен кетіп баратырмыз, где-то қанша болып қалды? Біраз болды. 5-6 километр спокойно кетіп қалдық. Так что, соны ойлап отырып, қайықтан түседі екенбіз деп. Қайтып апаратын шығар. Басқа жаққа алып барып тастамаса болды деп бой. Тақтарға тақақша сұрап. Енді даланы қарасақ, уже дала қараңғы түсіп жатыр. Кіреуі 40, шығуы 60 деп тұрмасын. Олардан шығады. Көреміз енді, бұйырғаны болады. Демалыс керемет болады. Кайф. Мен қызыма қатты ұнап отыр өзіме. Ал бізде қараңғы батты, бірақ оған қарамастан көрініс деген өте керемет болып жатыр. Қазір көрсетемін сізге. Көрсеңіз болады. Автобус бос, ешкім жоқ автобуста. Тек қана біз, үшеуміз. Бәріміз көріп қомнан. Истиклал көшесіне келдік. Міне тура жүрсек, сол көше болады, ең басы. Енді мына жерде түсіре беретін нәрсе көп. Өте көп, қазір көрсем сізге. Донерді қараңыз. Abi ben söyledim sen yanında. Sen de kendini alsın. Ne degen var? Evet. Yo, man.
Мынау деген Таксим мешіті. Қандай әдемі, қараңызшы. Ана жер тамақ. Бүкіл жерде тамақ. Аштан өлмейсің, Истеклалда. Жалпы Стамбулда аштан ешқандай да өлмейсің. Навира, аштан өлмейсің, е? Тамақ көп. Адамдар қараса қанша? Міне. Senin için neler yaptım? Zalama gözüm. Oydu. Мынау не? Мынау да тамақ. Мынау тәттілер. Ё-майё. Kızımız ata деп атасын сағынып атқан көрінеді. Бірінші сөз ата болды ғой бұл қыздың. Мына Истеклал деген көше. Өте ұзын екен, өте үлкен. Адам деген енді мен айта алмаймын. Қараша деп айтпайсың бұл айды. Жаздың бір айы сияқты. Нағыз туристік маусым сияқты. Марон. Свежий бірақ фри бәрі. А? Koça şunu bir. Hayır. Joiner қайсысы? Лаваштан соң. Міне бағалары. Нағыз түріктердің донерлері. Негізі бұл Истеклал көшесінің я басы көрінбейді, я аяғы көрінбейді. Басынан кірдік қой. Бірақ қай жерінде келе жатқанымыздың ортасы ма, аяғы ма белгісіз. Қаншама жүріп тастадық. Әлі қаншамасы бар. Бұл көшенің әдемілігін камера енді көрсете алмайды. Бұл жерге келу керек. Міндетті түрде көру керек Стамбулда болсаңыз. Әлі алдымызда трамвай келатыр, қазір көрсетемін. Өте әдемі. Астында мындай тәттілер сатылады, ал үстінде
Let's relax food spa деген аяққа массаж жасап жатыр. Көрініп тұрған шығар ya. Басынан аяғына дейін өттік бұл көшені де. Біраз шаршадық екен, шыны керек. Аяқ қалады екен. Әсіресе қолында кішкентай бөпемен. Бірақ жаман емес. Көңіл күйіміз жақсы. Бәрі ішке кіріп кетті, мен карточкамды ресепшндан алғанмын жаңа. Ал енді номерімізге барамыз. Сәл демаламыз кішкене. Одан кейін бір жерден барып тамақтанғымыз келеді. В общем, болды. Демаламыз. Біз шықтық қайтадан тамақ жеуге. Истеклал көшесіне шықтық та бұрылып кеттік. Ол көшені көрдік қой. Неше түрлі кафе, тамақ жейтін жер, сатылатын бутиктер. Сағат қазір қанша болды? 10-нан 15 кетті. Ана адамдар ұйықтамайды ау деймін осы. Сауда деген жүріп жатыр. Машқара. Мынау таза бар, кафе, клуб, караоке деген көше екен. Айта алмаймын. Бұл қала ұйықтамайды ешқашан. Бұлай кетсең де кафе, бұлай кетсең де кафе. Біз айналып келіп өзіміздің үйіміздің қасындағы донерға келдік. Ас болсын бәріңізге. Осыны жеп қайтамыз, жатамыз, бұйырса демаламыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. 3-ші күн Стамбулда біз гостиницамызды ауыстырдық. Басқа жаққа көштік. Айя София деген мешіттің жанына. Міне шығып жатырмыз. Мына жақтың атмосферасы мүлдем бөлек екен. Аспанда шағалалар ұшып жүр. Тыныштау кішкене. Ар жақ енді кафе, ресторан дегенде көп болды өте. Шықтық қыдыруға. Достар, сәлем. Настроение күшті, погода күшті. Мына очередті қараңыздаршы. Ар жақтан басталады. О, кетіп баратыр. Не о? Не деген кезек?
басқа веселый народ деп ойлайын деймін да. Қайда біз орнымызға қойып қоямыз. Несі фонтанның тамшылары келіп жатыр бізге. Ama uyatsız bizde. Ойынның бәрі ұятсыз бар. Менің бе? Қалай, жаманданыш мені? Тима ұятсыз. Жаманданыш мені дейді, жан жамандасай сразу. Arkadaşım benim. Çok güzel arkadaşım benim. Сұлтан Ахмет мешіті өте керемет көрінсе екен мына жерден қараңыздар. Әдемі болып тұр. Трамвайда келе жатырмыз. Бәрін көрдік. Метронда көрдік, такси, автобус. Енді қайықты да көрдік. Енді трамвай. Zeytinburnu деген жерге келдік. Нағыз кожаның отаны дейді ғой. Соны барып қараймыз. Ұнайтын болса аламыз. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Sümeyye bebeğimize destek olun. Levinson деген сауда үйіне келдік. Бұл жерде бұндай сауда үйлер көп екен. Таза кожа, жаңағы кашемир деген материалдардан жасайтын киімдер. Әйелдер жағы ау деймін. Жаңа астыңғы этажда болдық, төменгі этажда. Ол жақта кішкене арзандау киімдер деді, бірақ несі ұнаған жоқ бізге. Размерлері одан кейін келген жоқ бізге. Одан кейін фасондары кішкене бөлек болды андай. Арзан екен, көрініп тұр. Қазір қымбаттау жеріне апарам дейді, соны көреміз. Бағалары $350 басталады. Бірақ жақсы скидка жасаймыз дейді олар. Скидкалары, в общем, 50%-ке жуық қой. 50%-ның ар жақ бер жағы кейде 50, кейде аз, кейде сәл көп. Когда совмещаем ихнюю лебу и свою лебу делаем. А есть вещи, которые именно оригинальные, то у них такое. Мынау қымбат жағы енді. Көрейік, осында көріп кетейік. Бүгін бәрі жабық екен. Магазиндер бізге керек. Бағанаға барған торговый домдардан өте қымбат. Одан кейін ішінде адам жоқ. Жаңағы менің ойымша олар оптовыйларға сататын сияқты басқа бағамен. Розницаға келмейді екен.
Басқа жерді таптық. Көп магазиндар. Сол терінің заттарын сататын. Оған ертең барамыз бұйырса. Ал құрметті көрермендер, біз Баран ет мангал кафесіне келдік, әйтеуір жеттік. Өте үлкен очередь бар екен сыртта. Бірақ тез біледі екен. Міне кірдік. Осындамыз. Қандай перес? Енді мен айтайын дегенім, бүгін Набираның туған күні. Комментарийға құттықтап қойсаңыз болады, лайк басып. Құттықтаймын жан. Ayrıca 2 var mı? 2. Ömer Bey 55 hesap. 56. Тамаша екен бұл, е? Көрсі ал. Мықты екен. Дәмін айтамыз қазір. Қалай дәмін көрші? Бешімақ ет О, расында да керемет екен. Ойдағыдай болып бәрі. жеген кезде керемет, төлеген кезде көрейді. Қатты керемет. Бер шөп. Шөп беш па? Көрсет, салайын көрсет. Тұрдың ой, екен. 21 нормально. Ал біз отелімізге жеттік. Бұл тамаша жерде орналасқан. Сұлтан Ахмет мешіті мен Айя София мешітінің қасында. Міне Армагранди деген отель. Осында біз тоқтадық. Рум-тур жасауға кішкене уақытты болған жоқ, шын айтсам. Қазір отельдің ішін, лоббиін сізге көрсетемін. Мына есіктен біз кірдік. Осында ресепшн. Лестницамен көтеріліп, сол жағымызда лифт. Мына жерде осындай бөлме бар. Таразымен өзіміздің багаж, қалған заттарымызды өлшеуге болады. Бұлай жүрсек, лобби бөлмесі, демалуға болады. Мына жерде нарды, шахматы деген ойындар бар. Достарымызбен уақыт өткізіп жүруге болады. Sorun o değil. Şimdi geçen sene daha bu yaz yaşadığım olayı söyleyeyim sana. Bir tane de yurt dışında... Осындай біздің отеліміз. Өзімізге ұнады. Бағасы да өте бір жақсы екен. Және де іші, тамақтары, әсіресе таңғы ас өте дәмді екен. Лифттар қызық қой осылардың. Есік ашылады, одан кейін ішінде лифтке кіресің. Шыққанда да лифт есік ашып шығасың да, біздік сияқты екі жаққа ашылып кететін өзі автоматический есік емес. Міне келді лифт, қазір көрсетемін. Есікті тартамыз. Кіреміз. Есігіміз жабылды, міне ашсақ та болады. Өзі жабылады екен. Тамаша. Төртінші этаж біздікі. Мына есік жабылды ішінде. Бұл көтерілеміз. Қолмен итереміз. Есік ашылады.
Болдық келдік. Лифттан шықтық. Біздің қабатымыздың көрінісі. Осылай келеміз де. Номерімізге келеміз. Ал енді біз демаламыз. Бұйырса, ертең жалғастырамыз. Таңғы асымызды ішіп, жолға шығамыз. Қазақстанға қайта ораламыз. Сау саламат болыңыздар. Қайырлы таң. Біз таңғы асқа келдік. Қазір көрсетем тағамдарын. Осындай таңғы ас бізде бүгін. Бүгін соңғы күн. Қазір шай пайымызды ішіп алып, әуежайға шығамыз. Бұл сіз көріп тұрған мешіт Айя София мешіті. Ал сол жағында Сұлтан Ахмет мешіті. Өте әдемі. Ал мына жағында теңіз көрінеді. Көңіл күйіміз жақсы. Үйге қайтуға дайынбыз, иә? Ал мынау менің асым. Оппа, телефон қалады. Сыналы ғой. Ал мынау менің асым. Асымыз дәмді болсын. Ал құрметті көрермендер, біздің саяхатымызды қорытындылайтын болсақ, не айтамыз? İstanbul күшті, керемет ұнады. Тағы да келеміз бұйырса. Сіздер де келіңіздер. Айжан ханым. İstanbul күшті ұнады, келіңіздер обязательно. Бізге аз болып қалды 4 күн, иә? Та, 2 апта керек. Мынау енді қасымызда бір дәу көкеміз бар. Содан 1-2 сұрақ түркше сұрап жүрейік. Arkadaş, nasılsın? İstanbul çok güzel. Burada келетін olsanız, мысалға 100 мың теңге алып беремін деп пландап отырсаң, 200 мың алып бере сал, по-любому жетпейді. Қанша ақша бар, сонша кетеді. Қайтып келмеуір, кетеуір. Çok güzel. Ал біз регистрацияны өттік, паспортный контрольді өттік. Енді біз алдымызда осындай duty free деген үлкен супермаркет шығады. Бұнда өте көп нәрселер бар. Ар жағында духи, темекі бәрі жақсы бағамен. Алматының бағасымен салыстырғанда бір 20 мың, 15 мың разница болады. Енді мына жақта сізге көрсетейін дегенім қызық. Неше түрлі тәттілер бар, балаларға алып баруға өте күшті, өзіме ұнады. Мысалы, қараңыз. Пачка M&M's. Бағалары. Мармеладтар. Ментос деген қарасаңыз. Үлкен, бұның ішінде неше штук бар, құдай білді. Міне мысалға киндер сюрприз. Өте әдемі, үлкен. Ішінде 7 данасы бар киндердің. Андай киндерлар. Неше түрлі заттар. Міне ішімдіктер де бар. Виски, мартини, арақ. Бәрі бар. Мынандай чупа-чупстар бар, үлкен чупа-чупстар. Ішінде 15 чупа-чупс. Осындай қызықтар бар. Ал біз енді шай пайымызды ішіп,
самолетқа отыруға дайындаламыз. Сіздермен бірге болған Жанпейісов Тимур, арнайы Стамбулдан. Сіздерге көргендеріңізге өте көп рахмет. Арнаға жазылыңыздар, лайкты міндетті түрде басып қойыңыздар, комментарий жазыңыз міндетті түрде. Ал мен сізбен қоштасам осымен. Сіздер де осылай сапарға шығып, әдемі жерлерді көріңіздер. Менің осы бейне ролигім сіздерге сәл болса да мүмкін көмектеседі деп сенудемін. Рахмет сіздерге көп-көп. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, бәрмәні жоқ пендесі. Түзде мұрзаң, үйде сырдаң, сөзі қылжаң еркесі. Ас сұрасы, мал сұрасы,